Бүгін сіздермен өте дәмді пирожки дайындауды үйренеміз. Ол үшін творогымызға жұмыртқа, тұз, разрыхлитель және аздап пластслитель салып, үстіне жүгері ұнын, күріш ұнын салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң жарты сағаттай тұнықтырып аламыз. Одан кейін қамырымызды кішкентай бөліктерге бөліп, әр қайсысын жақсылап ұн сеуіп, немесе крахмал сеуіп, жайып аламыз. Ішіне қалаған начинкаңызды салып, майға қуырып аласыз, немесе духовкада да пісірсеңіз болады. Осымен біздің пирожкиміз дайын. Ас болсын, өте дәмді, дайындап көріңіздер.